Reddit қолданушылары басқа адамдардың телефонынан қандай біртүрлі зат көріп қалдыңыздар? Общагадағы комнаталасымның телефонынан өзімнің ұйықтап жатқан суретімді тауып алдым. Жарайды, бір-екі сурет болса екен, 50 шақты фото шықты. Жоқ, мен жалаңаш ұйықтамаймын, бірақ соның өзінде біртүрлі көрінеді. Қалай қабылдарымды білмей отырмын. Бір жігітпен сөйлесіп бастағанмын. Кейін өзінің суреттерін көрсете бастады. Мен телефонды қолыма алып өзім көріп отырғанмын. Кенет менің ең жақын подругамның жалаңаш суреттерін көріп қалдым. Көзім бақырайып кетті. Енді ойланып жүрмін, сұраған дұрыс бола ма екен деп. Біреудің телефонынан қару сатып алып жатқанын көріп қойдым. Телефон жөндеумен айналысып жүргенімде біреудің телефонынан бір видео көріп қалдым. Видеода жігітті, яғни телефонның иесін бір әйел ұрып жатады, ал ол әйелді бір ит тістеп жатады. Бұл телефон емес. Мен шағын компанияда жұмыс істедім. Сол жердің бастығы маған компьютерді жөндеп берші деді. Кабинетке кіргенімде компьютер қосулы тұрды. Экранда кімнің қанша ақша табатыны туралы барлық ақпарат тұрды. Бар түсінгенім, мен компаниядағы ең аз жалақы алатын адам екенмін. Компьютерді жөндеуге ынтам қашып кетті, шыны керек. Кездесіп жүрген қызымның басқа біреуі барын біліп қойдым. Бұл 2000 жылдарда болған. Ол кезде телефондар керемет деңгейде емес еді. Змейка деген ойын менің телефонымда болмады. Кейде ойнау үшін қызымның телефонын алатынмын. Ол кездегі телефондарға сообщение келсе, ойнап отырған ойын қатып қалатын. Бір күні Змейка ойнап отырғанымда хат келді. Көзім кейне түсіп кетті. Енді оқып қойғаннан кейін өзіңді ұстау қиын ғой. Одан әрі ашып оқи бастадым. Оқығаныма қатты өкіндім. Өмірім сынып қалғандай болды. Мектеп кезде бір жігітпен кездесіп жүргенмін. Кейін оның телефонын қарап отырып, сол жігіттің достарымен бірге еноттарды қинап өлтіріп жатырған видеоларын тауып алдым. Жүрегім қатты ауырып, бірден ол жігітті тастап кеттім. Досымның ата-анасы ажырасып кеткен еді. Кейін ол маған анам қайтыс болды деп айтқан. Өткен жолы досымның телефонын қарап отырып, оның мамасынан келген хатты көріп қалдым. Ішін ашып қалса, мамасы қайтыс болмаған. Білмеймін, денем түршігіп біртүрлі болып кеттім. Бұрынғы әйелімнің телефонынан картоп пен мейіз қосылған салаттың рецептін тауып алдым. Иә, білем, бұл жауап аса қатты қызық емес. Бірақ картоп пен мейіз? Достарымның WhatsApp-нан менсіз группаны көріп қалдым. Группаның атында мен жоқ группа деп жазып қойған. Кейін білдірмей бәрінен тексеріп шықтым. Бәрі де сол группада. Жақын арада менің туған күнім де болмайды. Жүріп жүрген қызымның басқа алыс қалаға оқуға заявка жіберген хатын оқып қойдым. Ол маған әлі айтпады, бірақ естігім келмей, қабылдай алмай, жүрегім қатты ауырып жүр. Бәрі қызық заттар тауып көріп қойып жатыр. Менде ондай болмапты. Тек мен досымның қыздарға арналған ойындар ойнайтынын көріп қойдым, болды. Окей, дым қызық емес. Менің зоо дүкенім бар. Жақында бір жұмысшыны қуып жібердік. Оның телефонынан өліп қалған жануарлардың фотоларын тауып алдық. Білмеймін, дұрыс емес секілді ондай фото жинайтын адам. Жұмыстасым екеуміз тамақтануға шығайын деп жатқанбыз. Мен оның телефонынан Google карта қарап отырып, оның Google'дан іздегендеріне көзім түсіп кетті. Ол Google'дан жалаңаш семіз әйелдер деп іздеген. Білмеймін, енді қалай қабылдау керек екенін. Біздің барда біреудің телефоны қалып кетіпті. Басында тек шетке қойып қойғанбыз, мүмкін іздеп келетін шығар деп. Ешкім келмеді. Кешке досым екеуміз телефонның иесін табайық деп телефоннан ақпарат іздей бастадық. Мүмкін түрінен танырмыз деп суреттерін аштық. Суреттердің бәрі заңмен тыйым салынған заттарға толы. Телефонды бірден орнына қоя салып полицияға хабарластық. Біздің үйдің бір бөлмесін арендаға бергенбіз. Бір кісі тұрып жатты. Кейін біз оның ноутбугынан аяқ-қолы байлаулы әйелдің суретін көрдік. Түрінен көрініп тұр, оны қинап байлап қойғанын. Ол адам қазір біздің үйде тұрмайды, уайымдамаңыздар. Хентай видеолар. Жоқ, бір-екі видео болса нормально ғой, бірақ телефонның 75% хентай видеолар. Бірде досымнан флешка сұрағанмын. Ол ішінде не барын тексермей бере салған сияқты. Флешканың ішінде оның толықтай жалаңаш суреті тұрды. Ол бойы ұзын, бірақ өте семіз адам еді. Енді басқа флешканы пайдаланып жатырғанда есіме сол сурет түсіп кете береді. Менің үйімді тонап кетті. Кейін полиция келіп, менен не болғанын сұрай бастады. Мен оларға бәрін баяндап болып, ұрылардың есікті қалай бұзғанының суретін көрсетіп жатқанмын. Мен суреттерді тез жылжытып алдым. Сөйтіп WhatsApp-тан келген суреттер шығып кетті. Ол жерде білмеймін, мас біреулердің видеолары жүр. Полиция маған біртүрлі түрмен қарады. Бір танысымның телефонын көріп отырып, оның наша сатып жүргенін және көп қылмыстар үшін іздестіріліп жатқанын көрдім. Әйелімнің телефонынан мектеп кездегі ғашығымен сөйлескен оқып қойдым. Хатта әйелім сені сүйем, бірге болғым келеді, бірақ күйеуімді мені тастап кете алмаймын деп жазған. Сол хатты оқып алғаннан кейін мен өзім-ақ кетіп қалдым.
Досымның жалаңаш суретін көріп қойдым. Енді ұмыту қиын болып жүр. Лагерде жүргенде тәрбиеші ағайдың телефонын ойын жазу үшін сұрап алдым. Ойын жазылғанын күтіп отырып, суреттер тұрған жерге кірдім. Суреттердің бәрінде жалаңаш анимешкалар тұр. Жаймен телефонды өзіне бере салдым. Менің жігітім досыма неше түрлі жалаңаш қыздардың суретін жіберген. Көбісі олардың универінде оқиды. Біздің жүріп жатқанымызға біраз болды. Мыналардың бәрін оқып алып, телефонды тазалап тастағансың ғой? Жаман ойлап қалмаңдар, итак ештеңе жоқ ішінде. Компьютер жөндеумен айналысып жүргенде бір фермер өзінің компьютерін әкелді. Оның ішінен біз фермерлердің жануарларды қинап жатқан видеоларын тауып алдық. Бірден полицияға тапсырдық. Қазір білмеймін ол фермерге не болғанын. Ал сен басқа адамдардың телефонынан қандай біртүрлі немесе ыңғайсыз нәрселер көріп қалдың? Комментарийға жазып отыр. Және де біздің соңғы рет кімді жалаңаш көрдің деген видеоны қарауды ұмытпа. Ол жерде де қызық комментарийлер бар.